Сәлем достар, бүгін біз жұп-жұмсақ бауырсақ пісіреміз. Алдыменен ол үшін 200 мл жылы сүтке 1 шай қасық дрожжи, 1 шай қасық қант қосып, араластырып 10 минутқа қоямыз. Дрожжиіміз көтерілген соң 50 мл сұйық май қосамыз. 200 мл жылы суға 1 шай қасық тұз қосып, араластырып, дрожжиға жартысын қосамыз. Енді 700-800 грамдай ұнды ақырындап қосып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. 1-1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамыр көтерілген соң, қамырымызды кішкентай оқтауменен жайып, 1-1,5 сантиметрдей болу керек қалыңдығы. Видеода көрсетілгендей қамырымызды 4 бұрыштарға кесіп аламыз. Кішкене 5-10 минут тынықтырамыз. Сол уақытта табамызға майды қыздырамыз. Бауырсақтың қамырларын майда қызарғанша 2 жағын қуырып аламыз. Бауырсақтарымыз дайын, өте жұмсақ, керемет болып піседі. Отбасыларыңызға дайындап пісіріп көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылуды, лайк басуды ұмытпаймыз.